8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Мереке қарсаңында Астана алаңында гүлдер жәрмеңкесі басталды. Шымкент қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан мерекелік шарада қала тұрғындары мен қонақтар түрлі түсті хош иісті гүлдер мен ерекше безендірілген гүл шоқтарын сатып алады. Сатушыларға орын тегін берілген, алайда тазалық сақтау және бірыңғай ақ шатыр орнату секілді талап қойылған. Гүл шаруашылығымен айналысамыз, мейрамдарда сатамыз, бұлай күндерде сатамыз. Сонда бүгін көктем мейрамына әкімшілік осы жерден жалпы халыққа жәрмеңке ұйымдастырып беріп жатыр. Біріншіден қаланың әкіміне Ғайып Сыздықбековке рахмет. Осы жерге халыққа қолайлы жағдай жасап, мына үй тұрғындарының барлығына осы жерге жақын жерге, мына қолжетімді бағада, әрде мына диқандар, гүлшілердің бәріне осындай тегін жәрмеңке ұйымдастырып беріп жатыр. Әкімшілікке үлкен рахмет. Халық енді бүгін 6-сы, 7-сі, 8-і осы мына аналар мейрамына Құда қаласа келіп осы жерден гүл алыңыздар дейміз. Осы моментті пайдаланып. Гүл тұқымдары бұлар негізі Голландиядан алып келеді, пияздарын. Сосын өзіміздің Қазақстанда өндіреді. Теплицаларға, жылыжайларға егіп, сол жерде өндіріледі. Ал бұл гүлдердің бағасы қолжетімді ма? Тұрғындардан сұрап көрдік. Гүлдер жәрмеңкесі бүгінгі біздің Шымкент қаламыздың орталық алаңында жәрмеңке болып жатыр. Өте тиімді бағада. Адамда аралап жүріп алуға өте ыңғайлы, бағасы да керемет. Бұл екеуі мысалға кәдімгі анау бізде акация, север дегендерде мысалға бір тетті 20-ның үстінде аласың да, мысалға. А бұл жерде сәл бағасы қолайлы, одан кейін жүріп аралағанға ыңғайлы. Екеуінің бағасы 16 мың болды. Жәрмеңке өте керемет деңгейде жүргізілуде. Жылда осылай мен былтыр алғам тура. Биыл да Құдай қаласа аламын қазір енді келіншегіме. Бағалар қалай екен? Бағалар жақсы, қалта қонында. Мына жерде әдемі жақсы гүлдер сатылып жатыр. Қызғалтақтар, ана гүлдер, үй гүлдер дегендей, аналарға, қыздарға дегендей алуға осы жерге келіңіздер. Ең арзан жер осы жер екен. Бағаны арзандау екен. 600, 700, 1000, 1,5 мың, 2 мыңнан бар. Алыңыздар, аналарыңызға сыйлаңыздар, қыздарыңызға, әпшелеріңізге ойсаға келіңіздер. Осы жолдан өтіп баратып, бір жәрмеңке болып жатқан шығар деп кіріп көре салайық дегеніміз ғой. Сол көрсек, әдемі гүлдер бар екен. Жәрмеңке болып жатыр, өте күшті, өте ұнады маған, өте төменгі бағада, қолжетімді бағада. Гүлдердің бағасы 800-ден 1200-ге дейін барады, роза, ал тюльпандар 600-ден 700-ге дейін барады. Нұрсатта тұрамын өзім, осы жерде жақын жерде тұрамын. Соны көріп, келіп, ата-аналарыма, гүлмен, қарындастарыма, әпшелеріме гүл алуға келдім. Жәрмеңке алаңында мерекелік көңіл-күй ерекше сезіледі. Әсем безендірілген сауда орындарында сатушылар алуан түрлі гүл өнімдерін ұсынып, келушілерге таңдаудың кең мүмкіндігін жасап отыр. Жақындарыңызға, аяулы жандарыңызға гүл сыйлап, шаттық пен жылулық сыйлауға тамаша мүмкіндік. Айта кетейік, бұл жәрмеңке 3 күн бойы жалғасады.